Анамнан айырылған күні менің балалық шағымда бірге кеткендей болды. Мен 6 жаста едім. Сол күн әлі күнге дейін көз алдымнан кетпейді. Ауылдың үстін сұр бұлт торлап тұрған. Үйіміздің алдына адамдар көп жиналды. Біреулер күбірлеп сөйлеседі, біреулер көздеріне жас алып тұр. Ал мен не болып жатқанын толық түсінбеймін. Үйдің төрінде анам үнсіз жатыр. Мен қасына барып, «Апа, тұрыңызшы», дедім. Бірақ ол жауап бермеді. Тағы да дауыстадым. Жауап жоқ. Сонда ғана үлкендердің неге жылап жүргенін сезгендей болдым. Бір әйел мені құшағына алып, «Қызым, анаң енді қайтып келмейді», деді. Сол сөз жүрегіме тас болып батты. Мен түсінбедім. Қалайша келмейді? Кеше ғана маңдайымнан сипап еді ғой. Кеше ғана маған ертегі айтып берген. Неге келмейді? Сол түні мен ұйықтамадым. Терезеге қарап отырып, таң атқанын күттім. Мүмкін анам қайтып келер. Мүмкін бәрі түс шығар. Бірақ таң атты. Анам оралмады. Содан кейін үйіміз өзгеріп кетті. Әкем бұрында көп сөйлей бермейтін. Ал анам кеткен соң тіпті үнсіз болып алды. Таң ата жұмысқа кетеді. Кешке шаршап келеді. Кейде дастархан басында ұзақ отырып қалатын. Не ойлайтынын білмеймін. Бірақ оның да жүрегі қан жылап жүргенін кейін түсіндім. Соғыстан кейінгі қиын уақыт еді. Ауылдағы адамдардың бәрі жоқшылық көрді. Біздің де жағдайымыз мәз емес болатын. Бір сиырдан басқа малымыз жоқ. Соның үстіне қарап күн көретінбіз. Әкем әрі жұмыс істейді, әрі мені қарайды. Бір күні кешке үйге көрші апай келді. Мен пештің жанында отырмын. Олар мені байқамай сөйлесіп отыр. «Жалғыз еркекке қиын ғой», деді көрші. «Білемін», деді әкем ауыр күрсініп. «Қыз балаға да ана керек». Әкем үндемеді. Бірақ сол күні оның жүзінен бір шешім қабылдағанын сезгендей болдым. Арада бірнеше ай өтті. Күз келді. Бір күні әкем үйге бөтен әйелді ертіп келді. Жанында менен кішірек ұл мен қыз бар. Мен оларды таңырқап қарап тұрдым. Әйел жымиып, «Менің атым Күләш», деді. Мен үндемедім. Ол басымнан сипамақ болды. Бірақ мен кейін шегініп кеттім. Өйткені ешкім анамның орнын баса алмайтын еді. Сол кеште әкем, «Бұдан бұлай осы кісі бізбен бірге тұрады», деді. Мен түсіндім. Әкем қайта үйленіпті. Алғашында бәрі жақсы сияқты көрінді. Күләш апай маған жылы сөйлейтін, тамақ беретін, киімімді жуатын. Мен де бірте-бірте үйреніп келе жаттым. Бірақ бәрі ұзаққа созылмады. Бір күні ол өз мінезін көрсетті. Таңертең ерте оянып едім. «Тұр», деді қатқыл дауыспен. Мен шошып кеттім. «Ана 2 баланы бақ». Мен оның балаларын күні бойы қарап шықтым. Өзім әлі баламын ғой, бірақ маған үлкен адам сияқты міндет артылды. Сол күннен бастап бәрі өзгерді. Күн сайын бір жұмыс: су тасу, отын жинау, бала қарау, үй жинау. Қателессем ұрыс. Кейде қолда тиетін. Ал кешке әкем келгенде мүлде басқа адамға айналатын. «Қызым, шаршадың ба? Мынаны же, мынаны ал. Сені қатты жақсы көрем». Мен оның 2 түрлі адам екенін түсіне алмайтынмын. Бірі күндізгі, бірі кешкі. Қайсысы шын екенін де білмедім. Бірақ көп ұзамай мен бәрін түсінетін жағдайға жеттім. Өгей шешемнің шын мінезін түсінуіме көп уақыт кеткен жоқ. Алғашқы күндері жылы сөйлеп жүргені кек әкемнің көңілін табу үшін екенін кейін білдім. Әкем таң ата жұмысқа кететін. Үйден шығып кеткенше бәрі жақсы болатын. Ал оның қарасы үзілген бойда үйдің ауасы өзгеріп сала беретін. «Тез қимылда», деп айқайлайтын өгей шешем. «Ана суды әкел, отынды кіргіз, балаларды қара». Өзім әлі 6-7 жастағы баламын. Бірақ маған жүктелген жұмыс үлкен адамның міндетіндей еді. Кейде оның ұлы мен қызы аулада ойнап жүреді. Ал мен кір жуып немесе қора тазалап жүрем. Бір күні қатты шаршап кеттім. Кішкентай қызын тербетіп отырып, көзім ілініп кеткен екен. Кенет бетіме бір нәрсе тиді. Шошып ояндым. Өгей шешем ашулы тұр. «Ұйықтайтын жер емес бұл», деп айқайлады. Көзімнен жас шығып кетті. Бірақ жылауға қорқатынмын. Жыласам
тағы ұрыс еститінмін. Сол кездері маған ең ауыр тигені жұмыс емес еді. Ең ауыр тигені әділетсіздік болатын. Үйде бір сиыр бар еді. Соның үстінен май, қаймақ, кілегей алатынбыз. Бір күні түскі ас кезінде дастархан басына отырдық. Өгей шешем өз балаларына үлкен тостағанға талқан езіп берді. Үстіне қалың кілегей салды. Мен қызғып қарап отырмын. Содан кейін маған кішкентай ыдыс әкеліп қойды. Ішінде қатқан талқан ғана. Ешқандай кілегей жоқ. Ешқандай май жоқ. Алғашында байқамай қалған шығармын деп ойладым. Бірақ бұл күн сайын қайталанды. Өз балаларына тәттісін дәмдісін береді, ал маған қалғанын ғана ұсынатын. Бір күні батылым жетіп, маған да кілегей саласыз ба? Дедім. Ол маған суық көзбен қарады. Саған оста жетеді. Мен үндемедім. Сол сәтте жүрегім біртүрлі болып кетті. Өйткені өзімді бөтен адам сияқты сезіндім. Кейде түнде жастығымды құшақтап жылайтынмын. Анам тірі болғанда бұлай болмас еді деп ойлайтынмын. Бірақ ол ойдан ештеңе өзгермейтін. Күндер өте берді. Өгей шешемнің балалары да анасының мінезін қайталай бастады. Маған бұйыра сөйлейтін. Ойыншықтарын жинатып қоятын. Өздері бүлдірген затқа мені кінәлайтын. Ал шешелері әрдайым солардың сөзін сөйлейтін. Бір күні үйдегі кішкентай құмыра сынып қалды. Мен оны ұстап та көрген жоқпын. Бірақ өгей шешем келген бетте «Сен сындырдың» деді. Мен емес. Өтірік айтпа. Сол күні тағы таяқ жедім. Кешке әкем келгенде бәрі бұрынғыдай өзгеріп шыға келді. Қызым, кел бері. Шаршаған жоқсың ба? Мына бауырсақты сен же. Мен оның жүзіне қарап отырдым. Әкем ештеңе байқамайды. Бәлкім байқаса да сенгісі келмейтін шығар. Өйткені ол жұмыстан шаршап келеді. Үйге тыныштық болғанын қалайды. Ал өгей шешем соны жақсы білетін. Сондықтан оның көзінше періштедей болып шығатын. Бір күні көрші апа маған жасырын түрде бір үзім құт берді. Мә, қызым, мен қуанып кеттім. Бірақ оны көріп қойған өгей шешем кешке дейін ұрысты. Хайыр сұрап жүрсің бе? Елге бізді жамандадың ба? Мен басымды шайқадым. Жамандаған жоқпын. Тек біреу маған мейірім көрсеткен еді. Сол үшін кінәлі болып қалдым. Сол күндері мен бір нәрсені аңғардым. Өгей шешем мені жақсы көрмейтін. Ол мені тек жұмыс күші ретінде көретін сияқты еді. Әкем кеткенде маған қабағын түйеді. Әкем келгенде күрімдеп шыға келеді. Бір күні кешке тағы да дастархан басында отырдық. Өгей шешем менің алдыма бауырсақ, май, тіпті кілегей де қойды. Әкем мәз болып қарап отыр. Көрдің бе, қызымды қалай күтіп отырмын, деді ол. Сол сәтте ішімде бір нәрсе бұрқ ете қалды. Өйткені таңертең ғана мені ұрысқан. Таңертең ғана өз балаларына кілегей беріп, маған қаққан талқан сұнған. Менің бала жүрегім бұл әділетсіздікке шыдай алмады. Бірақ ол кезде әлі үндемедім. Тек ішімде жиналып жатқан реніш күннен күнге көбейіп бара жатты. Ал тағдыр көп ұзамай бәрін өзгертетін бір күнді дайындап қойған еді. Сол күні менің бір ауыз сөзім бүкіл үйдің тағдырын өзгертіп жіберетінін қайдан білейін? Адам кейде бір ауыз сөздің тағдырды өзгертіп жіберетінін білмейді екен. Мен де білмеппін. Сол кезде небәрі 7 жаста едім. Балауықпен ойлағанымды айтып салатынмын. Не өтірік айтуды, не біреуге жағымпаздануды білмейтін кезім. Бірақ дәл сол аңғалдық менің өмірімді өзгертіп жіберді. Сол күнде басқаларынан еш айырмашылығы жоқ сияқты басталған. Таңертең әкем жұмысқа кетіп қалды. Өгей шешем әдеттегідей қабағын түйіп жүр. Мен оның қызын қарап отырдым. Бір кезде кішкентай бала сүрініп құлап қалды. Қатты жылап жіберді. Өгей шешем жүгіріп келді. Не болғанын сұрамастан маған ұрса жөнелді. Қайда қарап отырдың? Мен саған сеніп тапсырған соң осылай қарайсың ба? Мен үндемедім. Өйткені не айтсам да пайдасы жоқ екенін білетінмін. Бірақ ол тоқтамады. Қолынан тартып жіберіп, қатты сілкіп қалды. Қорыққанымнан көзіме жас келді. Жылама, деді ашумен. Сол күні көңілім қатты түсіп кетті. Түске дейін үндемей жүрдім. Тіпті тамаққа да зауқым соқпады.
Кешке қарай әкемнің келетін уақыты жақындады. Мен сыртта отырдым. Күн батып бара жатыр. Сол кезде үйдің ішінде әбігер басталды. Өгей шешемнің дауысы шығыл жатты. Балалар, тез қолдарыңды жуыңдар, үйді жинаңдар, әкелерің келеді. Бұрын мұндайға таңғалатынмын. Қазір үйреніп кеткенмін. Өйткені әкем келген сайын оның мінезі өзгеретін. Бір кезде әкем де келді. Шаршаған түрі бар. Үйге кірген бетте менің басымнан сипады. Қалайсың, қызым? Жақсы. Ол күлімсіреп қойды. Сосын бәріміз дастархан басына отырдық. Мен сол сәтті әлі ұмытқан жоқпын. Өгей шешемнің жүзі бал-бұл жанып тұрды. Алдымызға бауырсақ қойды, қаймақ қойды, кілегей қойды. Тіпті маған арнайы ыдыс әкеліп берді. Сосын әкеме қарап, қызың бүгін жақсы көмектесті деді. Мен аң-таң болып отырмын. Таңертең ғана басқа адам еді ғой. Әкем риза болып басын изеді. Рахмет саған. Өз қызымдай көремін ғой, деді өгей шешем. Осы сөзді естігенде жүрегім дүрсілдеп кетті. Бала болсам да, оның өтірік екенін білетінмін. Бәлкім, ішімде жиналған реніш сыртқа шығатын уақыт келген шығар. Бәлкім, анамды сағынғаным әсер еткен шығар. Әлде әділетсіздікке шыдай алмаған шығармын. Бір кезде аузымнан сөз шығып кетті. Өтірік айтпаңызшы. Дастархан басы тып-тыныш болып қалды. Барлығы маған қарады. Мен жалғастырып кеттім. Бағана ғана мені ұрдыңыз ғой. Үйдің іші өлі тыныштыққа айналды. Өгей шешемнің жүзі сұрланып кетті. Әкем маған қарады. Сосын оған қарады. Бірнеше секунд ешкім сөйлемеді. Мен қорқып кеттім. Бірақ сөзімнен қайтқым келмеді. Өйткені бұл шындық еді. Не дедің? Деп сұрады әкем баяу ғана. Мен көз жасымды сүрттім. Мені жиі ұрсады. Өз балаларына кілегей береді. Маған қатқан талқан береді. Кейде ұрады. Сөздер өзінен өзі төгіліп жатты. Жылдар бойы емес, бірақ айлар бойы ішімде жиналған мұң сол кеште сыртқа шыққандай болды. Өгей шешем жылап қоя берді. Өтірік, деді. Бала ғой. Біреу үйреткен. Бірақ мен үндемедім. Әкем де үндемеді. Оның жүзіндегі ренішті алғаш рет көрдім. Сол түні үйде ешкім дұрыс ұйықтамады. Мен көрпемді бүркеніп жаттым. Ас үйден дауыстар естіліп тұрды. Әкем мен өгей шешем сөйлесіп жатыр. Кейде дауыстары қаттырақ шығады. Кейде бәсеңдейді. Түн ұзаққа созылғандай көрінді. Таңертең оянсам, өгей шешем киімдерін жинап жүр екен. Көздері ісіп кеткен. Жылағаны көрініп тұр. Мен үнсіз қарап тұрдым. Бір кезде әкем де кірді. Ол бұрынғыдай емес, өте салмақты еді. Сосын өмір бойы ұмытпайтын сөз айтты. Мен сені бала қарасын деп алғанмын. Өгей шешем басын төмен түсірді. Бір балама дұрыс қарай алмасаң, маған керегің жоқ. Үйдің іші қайтадан тынышталып қалды. Бірнеше сағаттан кейін әкем оны төркініне апарып тастады. Оның 2 баласы да бірге кетті. Сол күні кешке үйіміз алғаш рет ұзақ уақыттан кейін тыныш болғандай сезілді. Бірақ мен қуана алмадым. Өйткені мен әлі баламын. Мен ешкімнің кетуін қаламадым. Кек маған жақсы қарағанын ғана қаладым. Сол түні әкем екеуміз ғана қалдық. Ол ұзақ уақыт үндемей отырды. Сосын мені қасына шақырды. Қызым, мен жақындадым. Ол мені құшағына басты. Сол кезде оның ығы дірілдегендей болды. Әкем жыламаса да жүрегі ауырып тұрғанын сездім. Енді бәрі жақсы болады, деді. Мен басымды изедім. Бірақ тағдырдың бізге тағы қандай сынақ дайындап қойғанын ол кезде ешқайсымыз білмейтінбіз. Арада уақыт өткен соң біздің үйдің табалдырығын тағы бір әйел аттайтын еді. Бірақ ол әйел менің өмірімдегі ең мейірімді жандардың біріне айналатынын ол кезде қайдан білейін? Өгей шешем кеткеннен кейін үйіміз біраз уақыт тынышталып қалды. Бірақ ол тыныштықтың өзінде бір мұң бар еді. Үй бұрынғыдай емес болатын. Кешке әкем екеуміз ғана дастархан басында отырамыз. Әкем жұмыстан шаршап келеді. Мен қолымнан келгенше көмектесемін. Сиырға шөп беремін, су тасимын, үй жинаймын.
Бірақ әкемнің жалғыз өзі әрі жұмыс істеп, әрі бала бағу қиын екенін бала болсам да түсінетінмін. Кейде түнде оянып кетсем, оның терезеге қарап ұзақ оч отырғанын көретінмін. Не ойлайтынын білмеймін. Мүмкін анамды есіне алатын шығар. Мүмкін болашағымызды ойлайтын шығар. Бір күні ауыл ішінде әңгіме тарады. Әкең тағы үйленетін көрінеді. Бұл сөзді алғаш көрші апайдан естідім. Жүрегім зу ете қалды. Бірден бұрынғы өгей шешем есіме түсті. Қорқып кеттім. Тағы сондай адам келсе ше? Тағы ұрса ше? Тағы өз балаларына ғана жақсы қараса ше? Осы ойлар маза бермеді. Бірақ арада көп өтпей, әкем өзі айтты. Қызым, саған бір жаңалығым бар. Мен үнсіз тыңдап отырдым. Үйге ана керек. Мен басымды төмен түсірдім. Мен үйленемін. Жауап бермедім. Әкем де үндемеді. Ол менің қорқып отырғанымды сезген сияқты. Басымнан сипап, уайымдама, бәрі жақсы болады деді. Бірақ менің көңілім орнына түспеді. Бірнеше аптадан кейін жаңа келіншек біздің үйге келді. Аты Айман екен. Орта бойлы, жылы жүзді әйел. Үйге кірген бетте маған күлімсіреп қарады. Сен Мәриямсың ба? Мен ақырын ғана басымды изедім. Өзің қандай әдемі қызсың. Мен тағы үндемедім. Ол ренжіген жоқ. Сол күні кешке маған тәтті нан берді. Бірақ мен алмадым. Өйткені бұрында бәрі жақсы басталған еді ғой. Сол себепті ешкімге бірден сенгім келмеді. Күндер өте берді. Айман апай мені ешқашан ұрыспады. Ешқашан дауысын көтермеді. Бір нәрсені дұрыс істемей қалсам, кел қызым, бұлай жасау керек деп, жай ғана түсіндіретін. Алғашында таңғалатынмын. Өйткені бұған дейін мұндай қарым-қатынас көрмеген едім. Бір күні көйлегімнің жыртылып қалғанын байқап қалды. Сол кезде жаңа көйлек алуға жағдайымыз жоқ еді. Кешке қарай ол сандығым ашып отыр екен. Бірнеше ескі көйлектерін шығарып алды. Сосын маған қарап жымиды. Мыналардан саған көйлек тігіп беремін. Мен таңырқап қалдым. Маған ба? Иә, саған. Бірнеше күннен кейін шынымен әдемі көйлек тігіп берді. Өмірімде алғаш рет өзімді ерекше сезіндім. Көйлекті қайта-қайта киіп айнаға қарай бердім. Айман апай болса күліп отырды. Жарасып тұр қызым. Сол күні кешке әкемде қуанып қалды. Қызым, хан шайын болып кетіпті ғой деді. Мен ұялғанымнан жүгіріп шығып кеттім. Бірақ ішімде бұрын соңды болмаған жылулық пайда болды. Бірте-бірте оған үйрене бастадым. Тіпті кейде сырласатын болдым. Ол өз баласының жоқ екенін айтты. Даусынан мұң сезілетін. Балаларды қатты жақсы көретін. Сондықтан шығар маған ерекше мейіріммен қарайтын. Бір күні қатты ауырып қалдым. Қызуым көтеріліп кетті. Түні бойы көз ілмей жанымда отырды. Маңдайыма суық шүберек басып қояды. Шай береді. Жастығымды түзейді. Таң ата көзімді ашсам, әлі қасында отыр екен. Сол сәтте жүрегім елжіреп кетті. Өйткені дәл солай менің анап қарайтын еді. Бірақ алғаш рет ішімнен, мүмкін бұл кісі де мені жақсы көретін шығар деп ойладым. Уақыт өте келе мен оны апа деп атай бастадым. Ал ол маған бұрынғыдан да жақын болып кетті. Әкем де өзгерді. Үйде күлкі көбейді. Дастархан басында әңгіме айтылатын болды. Баяғы мұңның орнына жылылық келгендей еді. Дегенмен Айман апайдың жиі қайталайтын бір сөзі болатын. Қыз бала ерке тұрмыс құруы керек. Мен әр жолы күліп қоятынмын. Әлі кішкентаймын ғой. Уақыт тез өтеді қызым дейтін ол. Ол кезде бұл сөздердің мағынасына мән бермейтінмін. Бірақ жылдар өте оның айтқаны шындыққа айналатынын қайдан білейін. Көзді ашып жұмғанша жылдар сырғып өтті. Мен бой жеттім. Мектепті бітіретін жасқа жеттім. Айнаға қарасам, баяғы жылауық кішкентай қыз жоқ. Орнына бой жеткен қыз қарап тұр. Ал Айман апай баяғы сөзін әлі қайталайды. Қызым, қыз балаға жақсы отбасы керек. Сол кезде мен оның неге сонша айтатынын түсіне бастағандай едім. Өйткені көп замай менің өмірімде үлкен өзгеріс болатын еді. 17 жасқа толған жылы тағдырым мені мүлде басқа жолға бұрып жіберді. Уақыт деген зымырап өте береді екен. Кеше ғана анамды іздеп жылап жүрген кішкентай қыз едім. Бір қарасам, бой жетіп қалыппын. 17 жасқа толған жылы ауыл ішінде мен туралы сөз шыға бастады. Мәриям бой жетіп қалыпты. Жақсы жерден құда түссе ұзату керек.
Ол кезде қыз баланың ерке тұрмыс құруы қалыпты жағдай болатын. Қазіргі жастар сияқты таңдау көп емес. Үлкендердің сөзі заң, әке шешенің шешімі басты орында тұратын. Бір күні кешке Айман апай маған ерекше жүзбен қарады. Қызым, саған құда түсетін адамдар келмекші. Қолымдағы кесемді әрең ұстап қалдым. Маған ба? Ол күліп жіберді. Саған болмаса кімге? Жүрегім дүрсілдеп кетті. Мен әлі өзімді бала сияқты сезінетінмін. Тұрмыс дегеннің не екенін де толық түсінбейтінмін. Сол түні көз іле алмадым. Терезеден жұлдыздарға қарап ұзақ жаттым. Қандай адам болады екен? Мені жақсы көре ме? Өмірім қалай болады? Осы сұрақтар мазалады. Бірнеше күннен кейін құдалар келді. Үйімізге адамдар жиналды. Шай ішілді, әңгіме айтылды. Мен басқа бөлмеде отырдым, бірақ бәрін естіп отырмын. Қыз баланың тағдыры шешіліп жатқанын сеземін. Кешке қарай әкем мені шақырды. Даусы баяу шықты. Қызым, мен қасына отырдым. Жігіт жаман емес екен. Еңбекқор отбасы. Өздері де жақсы адамдар көрінеді. Мен үндемедім. Өйткені әкемнің маған жамандық тілемейтінін білетінмін. Сол кезде Айман апай да қасыма келді. Қорықпа қызым, бақытты боласың. Оның көзіне қарадым. Сол көздерден ана мейірімін көрдім. Сол себепті ішім тыныштала бастады. Көп ұзамай ұзату тойы да келіп жетті. Сол күн әлі есімде. Таңертеңнен үйімізге адамдар ағылып келіп жатты. Ағайын туыс, көршілер, достар, бәрі қуанып жүр. Тек менің жүрегімде қуаныш пен мұң араласып кеткен еді. Бір жағынан жаңа өмір басталғалы тұр. Бір жағынан әкем мен Айман апайды қимаймын. Әсіресе әкемді. Өйткені ол мен үшін әрі әке, әрі ана болуға тырысты. Қиындық көрсе де мені жетімсіретпеуге тырысты. Кешке ұзату басталды. Ән айтылды, бата берілді. Бәрі жылап жатыр. Мен де жыладым. Айман апай құшақтап тұрып, бақытты бол қызым деді. Даусы дірілдеп кетті. Мен де көз жасымды тоқтата алмадым. Сол кезде алғаш рет оның мені туған қызындай жақсы көргенін анық сезіндім. Әкем болса, үндемей ғана маңдайымнан сүйді. Бірақ көзіндегі жасты жасыра алмады. Қай жерде жүрсең де аман бол қызым. Осы сөз жүрегімде мәңгі қалып қойды. Сол түні мен келін болып жаңа шаңырақтың табалдырығын аттадым. Бәрі жаңа. Адамдар жаңа. Үй жаңа. Тіпті иісі де басқа. Алғашқы күндері қатты қысылдым. Кімге не айтарымды білмеймін. Не істесем де дұрыс істей алмайтындай көрінеді. Таңертең бәрінен бұрын тұрамын. Шай дайындаймын. Үй жинаймын. Келіннің міндетін орындауға тырысамын. Бірақ кейде қателесіп кетемін. Сонда өзімді кінәлі сезінемін. Бақытыма қарай енем сабырлы адам еді. Үйренесің қызым, деп күліп қоятын. Бұл сөз маған күш беретін. Күйеуім де жаман адам болған жоқ. Көп сөйлемейтін, бірақ еңбекқор еді. Таңнан кешке дейін жұмыс істейтін. Бір-бірімізге үйрене бастадық. Дегенмен тұрмыстың өз қиындығы бар екен. Жас келін болған соң бәрі оңай болмайды. Кейде сағыныш қысады. Әкемді сағынамын. Айман апайды сағынамын. Туған үйімді сағынамын. Бірнеше рет жасырын жылаған күндерім де болды. Бірақ уақыт өте келе, жаңа отбасыма бауыр басып кеттім. Сөйтіп жүргенде өмірімдегі ең үлкен қуаныштың бірі келді. Бір күні қолыма кішкентай сәбиімді алдым. Тұңғыш ұлым дүниеге келді. Оны алғаш көрген сәтте жүрегім ерекше толқыды. Өйткені дәл сол күні мен ана деген сөздің шын мағынасын түсіндім. 6 жасында айырылып қалған анамның маған деген махаббатын сол кезде ғана сезгендей болдым. Баламды құшағыма қысып отырып, ешқашан жетімсіретпеймін деп сыбырлағаным есімде. Бірақ тағдыр бізге тек қуаныш емес, тағы да талай сынақ дайындап қойған еді. Тұңғыш ұлым дүниеге келген күні мен өмірге қайта келгендей болдым. Кішкентай ғана сәби, уысындай ғана қолдары, жұдықтай ғана саусақтары. Оны алғаш құшағыма алған сәтте жүрегім ерекше елжіреп кетті. Сол күні мен ана болдым. Сол күні мен анамды бұрынғыдан да қатты түсіндім. Өйткені балаң үшін жүрегің қалай ауыратынын, оның әр күлкісіне
қалай қуанатынымды тек ана болғанда ғана сезінеді екенсің. Тұңғышымды құшағыма қысып отырып ұзақ жыладым. Қуаныштан жыладым. Сағыныштан жыладым. Анам есіме түсті. Егер тірі болғанда немересін қалай еркелетер еді деп ойладым. Бірақ өмір тоқтамайды екен. Балам өсіп жатты. Оның алғашқы күлкісі, алғашқы қадамы, алғашқы сөзі. Бәрі мен үшін үлкен бақыт болды. Арада 2 жыл өткенде екінші ұлым дүниеге келді. Содан кейін 3-ші, сосын 4-ші. Үйіміз баланың күлкісіне толды. Бір қарасаң ойыншық шашылып жатыр. Бір қарасаң біреуі жылап отыр, біреуі күліп жүр. Кейде шаршайтынмын, тіпті қатты шаршайтынмын. Бірақ балаларымның жүзін көрсем, барлық қиындық ұмытылып кететін. Сол жылдары тұрмыста оңай болған жоқ. Ақша жетпейтін кездер болды. Қыста отынға қиналдық. Кейде бір ай бойы жаңа киім алмай жүрдік. Бірақ ешқашан берілмедік. Өйткені мен жоқшылықтың не екенін бала кезінен білетінмін. Қатқан талқан жеп өскен күндерімді ұмытқан жоқпын. Сондықтан өз балаларымның ешқашан өздерін артық не кем сезінбеуін қаладым. Мен үшін бәрі тең еді. Біреуіне тәтті берсем, бәріне беретінмін. Біреуіне киім алсам, қалғанын да ойлайтынмын. Өйткені бала жүрегі нәзік болады. Оны өз өмірімнен жақсы білетінмін. Бір күні үлкен ұлым маған сұрақ қойды. Анашым, сіздің анаңыз қайда? Сол сәтте жүрегім шым ете қалды. Біраз үнсіз отырдым. Сосын оны қасыма отырғызып, мен кішкентай кезінде әжемізге кетіп қалған балам, дедім. Ол түсінбегендей жүзіме қарады. Мен оның шашынан сипадым. Сол түні анамды түсімде көрдім. Баяғыдай күлімсіреп тұр екен. Мен оған қарай жүгірдім, бірақ жете алмадым. Оянып кеттім. Көзім жасқа толып жатыр екен. Сол түні ұзақ ұйықтай алмадым. Өмірімдегі барлық адамдар есіме түсті. Әкем, Айман апай, балалық шағым, жетімдігім, қуаныштарым, қайғыларым. Барлығы көз алдымнан кино сияқты өтті. Жылдар өте берді. Балаларым да ер жетіп жатты. Бірінен кейін бірі мектепке барды. Үйіміз бұрынғыдан да көңілді болды. Сөйтіп жүргенде тағдыр маған көптен күткен сыйын берді. 4 жылдан кейін қызым дүниеге келді. Қызымды алғаш көргенде көзіме жас келді. Өйткені мен әрқашан қыз баланың жүрегін түсінетінмін. Өзімде бір кездері анасына зар болған қыз едім ғой. Қызымды құшағыма алып, сен ешқашан жалғыз болмайсың деп сыбырладым. Жылдар өткен сайын отбасымыз үлкейе берді. 5-ші ұлым дүниеге келді. Сосын 2-ші қызым келді. Осылайша Алла маған 5 ұл, 2 қыз сыйлады. Кейде кешке бәрі ұйықтап қалған кезде дастархан басында жалғыз отырып қалатынмын. Сонда өткен өмірімді еске алатынмын. Бір нәрсеге таңғалатынмын. Егер анам тірі болғанда өмірім басқаша болар ма еді? Егер бірінші өгей шешем жақсы адам болғанда тағдырым өзгерер ме еді? Бірақ кейін бір ойға келетінмін. Мүмкін дәл осы сынақтардың бәрі мені бүгінгі адам етіп қалыптастырған шығар. Өйткені қиындық көрмеген адам мейірімнің қадірін біле бермейді. Ал мен мейірімнің де, қатыгездіктің де қандай болатынын ерте білдім. Сол себепті балаларыма бар жүрегімді беруге тырыстым. Уақыт тағы да зымырап өте берді. Бір күні үлкен ұлым үйленетінін айтты. Сол сәтте мен өзімнің қартайып қалғанымды алғаш рет сезіндім. Уақыттың қалай өткенін байқамай да қалыппын. Кеше ғана бесігімді тербетіп отырғанда едім. Кеше ғана балаларымның соңынан жүгіріп жүретімін. Ал бір күні үлкен ұлым кешке шай үстінде маған қарап, анашым, сізге айтар жаңалығым бар, деді. Даусынан бір ерекше толқу сезілді. Мен күлімсіреп, айта ғой балам, дедім. Ол бір сәт үнсіз қалды. Сосын, үйленгім келеді, деді. Қолымдағы кесені әрең ұстап қалдым. Күйеуім екеуміз бір-бірімізге қарап қалдық. Бір жағынан қуаныш, бір жағынан таңданыс.
Өйткені мен үшін ол әлі күнге дейін кішкентай бала сияқты еді. Ал өмір болса, оны жігіт қылып үлгеріпті. Сол түні ұйықтай алмадым. Көз алдыма оның балалық шағы келе берді. Алғаш мектепке барғам күні. Алғаш құлап тізесін жаралағаны. Алғаш рет анашым деп құшағыма жүгіріп келгені. Бәрі есіме түсті. Көп ұзамай құдалық болып, дайындық басталып кетті. Үйімізде қарбалас көбейді. Келін түсіретін үй болған соң, ағайын туыс жиі келетін болды. Мен болсам іштей қобалжып жүрмін. Өйткені келіннің қандай болатынын білмеймін. Бір нәрседен қатты қорықтым. Менің өмірімдегі ең ауыр жара өгей шешемнің қатыгездігі еді. Сол себепті өзімнің де сондай ене болып кетуден қорқатынмын. Өзіме іштей уәде бердім. Мен ешқашан келінімді жылатпаймын. Ешқашан оны бөтен көрмеймін. Ешқашан өз қызымнан кем көрмеймін. Осы сөздерді жүрегіме мықтап түйіп алдым. Келін түскен күнде келді. Үйіміз адамға толды. Ән айтылды, той болды. Бата берілді. Келін табалдырықтан аттаған кезде көзіме жас келді. Өйткені бір кездері дәл осылай мен де бір үйдің босағасын аттаған едім. Оның жүзінен қорқынышты да, толқуды да көрдім. Сондықтан қасына барып жай ғана қорықпа кетім дедім. Ол маған таңырқай қарады. Бұл енді сенің де үйің. Осы сөзді айтқан кезде өзімнің Айман апайымды есіме алдым. Өйткені бір кезде дәл солай менің де қорқынышымды сейілткен еді. Уақыт өте келе келініммен жақсы араласып кеттік. Ол да еңбекқор, ибалы қыз болып шықты. Маған анасы сияқты қарайтын. Мен де оны қызымдай жақсы көрдім. Бір күні таңертең ерте телефон шырылдады. Ұлым екен. Даусы қуаныштан дірілдеп тұр. Анашым, сүйінші, қызым дүниеге келді. Сол сәтте жүрегім тоқтап қалғандай болды. Шынымен бе? Иә, анашым. Көзінен жас ыршып кетті. Қуаныш жасы. Мен әже атаныппын. Бірнеше күннен кейін немеремді алғаш рет қолыма алдым. Кішкентай ғана қыз. Мөп-мөлдір көздері бар. Оны құшағыма қысқан кезде өткен өмірім көз алдымнан өте шықты. Анам, әкем, бірінші өгей шешем, Айман апай, жастығым, балаларым, барлық. Сол кезде тағдырға деген өкпемнің бәрі жоғалып кеткендей болды. Өйткені өмір маған көп нәрсе беріпті. Иә, қиындық болды. Иә, көз жас болды. Бірақ оның орнына үлкен отбасы сыйлады. Бақыт сыйлады. Балалар сыйлады. Немере сыйлады. Жылдар өте келе немерелерім көбейе берді. Бірінің артынан бірі дүниеге келіп жатты. Үйіміз қайтадан бала күлкісіне толды. Тек бұл жолы олар менің балаларым емес, немерелерім еді. Кейде бәрі жиналған кезде дастарханға орын жетпей кететін. Сонда отырып алып оларды тамашалайтынмын. Бірі ойнап жүреді, бірі күледі, бірі еркелеп келеді. Сол кезде жүрегім толып кететін. Міне, нағыз байлық осы екен ғой деп ойлайтынмын. Бір күні үлкен немерем маған сұрақ қойды. Әже, сіз кішкентай кезіңізде қандай болдыңыз? Мен күліп жібердім. Ұзақ әңгіме балам, айтыңызшы. Сол сәтте өткен өмірімді ойладым. Егер бәрін айтып берсем, бәлкім сенбес те еді. Өйткені олар мен көрген заманды көрген жоқ. Қатқан талқан мен кілегейдің арасындағы айырмашылық үшін. Жүрегі ауырған баланы да түсінбеуі мүмкін. Бірақ мен бір нәрсені анық білдім. Өмірдің ең үлкен жеңісі жүрегіңдегі мейірімді жоғалтпау екен. Өйткені қатыгездік көрген адам екі жолдың бірін таңдайды. Не өзі де қатыгез болады, не мейірімді болуға тырысады. Мен екіншісін таңдадым. Сол үшін бүгін еш өкінбеймін. Ал тағдыр маған әлі де бір ерекше сый дайындап қойған еді. Адам жас кезінде уақыттың қадірін көп біле бермейді екен. Бәрі мәңгілік сияқты көрінеді. Әкеңге мәңгі қасында болатын сияқты. Анаң да ешқашан қартаймайтындай көрінеді. Өзің де өмір бойы жас болып жүретіндей сезінесің. Бірақ жылдар өте келе өмірдің заңы басқа екенін түсінесің. Бір күні немерелерінің ортасында отырғанмын. Үй іші у-шу. Бірі жүгіріп жүр, бірі күліп жатыр. Бірі еркелеп мойныма асылды. Сол кезде үлкен ұлым қуанышты хабар айтты. Анашым,
сүйінші. Мен күлімсіреп қарадым. Не болды? Сіз шөбере көретін болдыңыз. Бір сәтке не айтарымды білмей қалдым. Жүрегім шым ете түсті. Көз алдыма бүкіл өмірім келе қалды. 6 жасар жетім қыз. Анасын іздеп жылаған түндер. Өгей шешенің қорлығы. Қатқан талқан. Кілегей. Әкемнің маңдайымнан сипағаны. Айман апайдың өз көйлегінен тігіп берген көйлегі. 17 жасындағы ұзату тойы. Алғаш құшағыма алған тұңғышым. Бәрі бір сәтте көз алдынан өтті. Мен үнсіз отырып қалдым. Көзіммен жас ағып бара жатты. Анашым, жыламаңызшы, деді ұлым. Мен басымды шайқадым. Бұл қуаныштың жасы ғой, балам. Сол күні кешке жалғыз отырып ұзақ ойландым. Өмірімдегі адамдарды еске алдым. Ең алдымен анамды ойладым. Өкінішке қарай оның мейірімін аз көрдім. Бірақ аз уақыттың ішінде маған өмір бойы жететін махаббат сыйлап кеткен екен. Сосын әкем есіме түсті. Кейде адамдар әкенің махаббатын байқамай жатады. Өйткені олар көп сөйлемейді. Сезімдерін көрсете бермейді. Бірақ менің әкем жүрегі өте жұмсақ адам еді. Ол бар қиындыққа қарамастан мені жетімсіретпеуге тырысты. Қолынан келгеннің бәрін жасады. Етікші болып жұмыс істеді. Маған аяқ киім тігіп берді. Мені өсірді, аяққа тұрғызды. Сол үшін оған деген алғысым шексіз. Ал содан кейін ойыма Айман апай келді. Мен үшін оның орны ерекше. Өйткені ол маған туған ана болмаса да, аналық мейірім сыйлады. Бір кезде мен адамдарға сенуден қалған едім. Бірінші, өгей шешемнің әрекеттерінен кейін жүрегімде қорқыныш пайда болған. Бірақ Айман апай сол қорқынышты жойды. Маған мейірімнің қандай болатынын көрсетті. Кейде ойлаймын, егер ол біздің үйге келмегенде не болар еді? Мүмкін тағдырым басқаша болар ма еді? Бірақ Алла оны менің өміріме бекер жібермеген сияқты. Өйткені әр адамның өмірінде жарық болып келетін жандар болады. Айман апай дәл сондай жан еді. Ол маған көп нәрсе үйретті. Сабырды үйретті. Кешіруді үйретті. Отбасын қадірлеуді үйретті. Бір күні немерем маған: «Әже, өміріңіздегі ең үлкен сабақ қандай болды?» деп сұрады. Мен біраз ойланып қалдым. Сосын оған бұлай дедім: «Балам, өмірде жамандық көрсең де жаман адам болып кетпе». Немерем үнсіз тыңдап отырды. Мен сөзімді жалғастырдым. Мен бала кезінде көп нәрсе көрдім. Бірақ сол қиындықтардың бәрі мені қатыгез қылған жоқ. Керісінше, адамдарға мейірімді болуды үйретті. Ол басын изеді. Ал менің көзім тағы да жасқа толды. Өйткені бұл сөздерді жүрегімнен шығарып айтып отырдым. Бүгінде мен бақыттымын. 5 ұлым бар. 2 қызым бар. Немерелерім бар. Шөберелерім бар. Үлкен әулеттің ақ жаулықты әжесіне айналдым. Кейде аулаға шығып, балалардың ойнап жүргенін қарап отырам. Сол кезде баяғы кішкентай өзімді есіме аламын. Анасын сағынған 6 жасар қызды. Егер сол қызға бүгінгі күнімді көрсетсе, ол сенбес еді. Өйткені ол кезде өмірінің осылай бақытқа толатынын білмейтін. Сондықтан қазір бір нәрсеге анық сенемін. Қандай қиындық көрсең де, үмітімді жоғалтпа. Қандай қараңғы түн болса да, оның артынан таң атады. Менің өмірім соның дәлелі. Бала күнімде қатқан талқан жеп, көз жасымды жұтып өстім. Ал бүгін ұрпағымның ортасында бақытқа бөленіп отырмын. Өмір маған бір нәрсені үйретті. Мейірім ешқашан жоғалмайды. Жақсылық міндетті түрде өзіне қайтып келеді. Міне, менің өмір жолым осындай. Аллаға шүкір, бүгінде жетім қыз емес, ұрпағының ортасында отырған бақытты әжемін.